Жақсы, мен авторлық бағдарламам қазақ тілі пәнінен эссе жазуда жүйелік аспектісін қалыптастыру элективті курс 11 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағаттық, барлығы 34 сағат. Енді менің жұмысымның курстың негізгі мақсаты қазақ тілі пәнінен эссе жазуда жүйелілік аспектісін қалыптастыру. Курстың міндеттері: оқушыны эссе тақырыбына назар аудартып, кілт сөзді табуды түсіндіру, оқушыны эссенің кіріспе бөлімін жазуға қалыптастыру, тезисті нақты бір сөйлеммен беруге дағдыландыру, кіріспе бөлім мен негізгі бөлім арасындағы логикалық бірізділікті сақтап жазуға бағыттау, эссенің сөз санына байланысты негізгі бөлімге кіріктіруді үйрету, эссе жазуда оқушының сыни көзқарасы болуына назар аударту, қорытынды бөлімнің жазылу ерекшелігін меңгерту, эссе құрылымын сақтап жазуға машықтандыру. Өздеріңіз білесіздер, қазір соңғы жылдары біз қазақ тілінен 11 сыныпта аргументативті эссе жазамыз. Соған байланысты осы элективті курсты жазып шығарған болатынбыз. Келесі бағдарламаның негізгі өзектілігі: жазылым дағдысы, автордың жеке көзқарасын, ерекше ой иірімдерін байланыстыратын шағын көлемді, еркін композицияға құрылған шығармашылық жұмыс түрі. Эссе жанрының соңғы жылдардағы танымалдылығы жоғары, яғни бұл жазылым дағдысына байланысты. Сұранысқа ие. Бүгінгі таңда эссе барлық салада тапсырма ретінде жиі ұсынылады. Оқу орнына түсу немесе жұмысқа орналасу үшін тапсырылатын құжаттардың негізгі құрамдас бөліктерінің біріне жатады. Нәтижеге бағытталғандығы, яғни мектеп бітіруші оқушылар эссе құрылымының жазылу ерекшеліктерінің жүйелік аспектісін толық меңгеріп шығуы өзекті болып табылады. Енді бағдарламаның жаңалығы: заманауи білім беру парадигмасы, жалпы білім беру жүйесінің философиясына, әдіснамасына, психологиялық педагогикалық ғылым мен практиканың соңғы жетістіктеріне сәйкес әзірленген. Оқушыларда білім беру дағдысын қалыптастыру ғана емес, жеке тұлға ретінде дамыта отырып тәрбиелеу, оқушылардың психофизиологиялық және әлеуметтік денсаулығын жай-күйін сақтау, білім беру үдерісінің этнопедагогикалық, психологиялық, экологиялық және экономикалық бағыттылығын қамтамасыз ету, білім беру жүйесінің гумандық, бірегейлік және инновациялық тәсілдерге сәйкестігін қамтамасыз ету және тағы басқалары. Ғылыми талаптарға сәйкестігі қамтамасыз ету, проблеманы болуы, ғылыми гипотеза, проблеманы гипотетикалық шешу, ғылыми негізделген зерттеу жүргізу, зерттеу нәтижелерін зерттеу алдында алынған мәліметтермен салыстыру. Жақсы, кісілер қосылып жатыр бізге. Жақсы. Күтілетін нәтиже, жалпы осы жұмыстан, осы курстық элективті курстан күтілетін нәтиже: оқушының эссе тақырыбына назар аудартып, кілт сөздерді табуды түсінеді. Оқушы эссенің кіріспе бөлімін жазуға қалыптасады. Тезисті нақты бір сөйлеммен беруге дағдыланады. Кіріспе бөлім мен негізгі бөлім арасындағы логикалық бірізділіктерді сақтап жазады. Эссенің сөз санына байланысты негізгі бөлімге аргументтерді кіріктіруді үйренеді. Эссе жазуда оқушы сыни көзқарасы болуына назар аударады. Қорытынды бөлімнің жазу ерекшелігін меңгереді. Эссе құрылымын сақтап жазуға машықтанады. Жалпы осы жұмыстың нәтижесінде жұмыс жасалынып жатыр, яғни жүйелілік аспектісін қалыптастыруды үйретудің нәтижесінде эссе құрылымын сақтау, клише сөздерді қолдану талаптары нақтыланды. Тезис, аргумент, статистикалық мәлімет, факт, көзқарас жазудың ерекшеліктері айқындалды. Эсседегі кіріспе қадамдарын жазу жеке-жеке түсіндірілді. Эссе жазуда жүйелілік аспектісін қалыптастырудың тиімді жолдары көрсетілді. Осыған байланысты оқушылармен жазылған жаһанданудың біздің елге тигізген пайдасы мен зиянын дәлелдеп жазыңыз деген эссе болатын. Осы эссе бойынша оқушы өзінің көзқарасын білдіріп шықты. Эссені осы жерге кіріктіріліп қойдым.